Сәлем арна көрермендері, осы қазақша тілді арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сонымен, қазақстандық кәсіпқой боксшы Мейірім Сұлтанов әлем чемпионы атағын сақтап қалды. Бұл туралы ол Instagram парақшасында жазды, деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Аллаға шүкір, белбеуді қорғадық. Жанкүйер болып қолдау көрсеткендеріңізге көп рахмет. Алға Қазақстан, деп жазды Мейірім Нұрсұлтанов. Қазақ боксшысы Польшаның Люблин қаласында өткен кәсіби бокс кешенінде аргентиналық Марсело Эстебан Касереспен жекпе-жекке шыққан болатын. Орта салмақтағы айқас 10 раундқа шақталған. Қос үміткер Мейірім Нұрсұлтановқа тиесілі WBO International чемпионының белбеуін сарапқа салды. Әділқазы Бірауыздан қазақстандық боксшы жеңіске жетті деген қорытынды жасады. Мейірім Нұрсұлтанов өзінің кәсіби бокстағы 17-ші жеңісіне қол жеткізді және WBO International атағын екінші қайтара жеңіп алды. Мейірім әзірге жеңіліп көрген жоқ, ал оның қарсыласы аргентиналық Касеров осымен 5-ші мәрте жеңіліп отыр.